Ассалаумағалейкум құрметті YouTube арнамыздың көрермендері, бүгін тағы да сіздермен бірге нормальный подкаст. Бұл подкастта білесіздер, отбасылық жұлдыздар шақырамыз. Бүгінгі отбасылық жұлдызымыз қазір керемет хит болып жатқан. Қазір айтамыз неге хит екенін. 25 теңге біздің кезімізде өзімізбен бірге КВН ойнаған легенда КВНчиктерінің бірі, өзіміздің дәуірлесіміз, құрдасымыз Нұркен Иманқұлов. Ассалаумағалейкум. Және Нұркен Иманқұловтың жаңадан екінші жартысы красавица 2006 Құрмантай мереке, бірақ Құрмантай мереке емес, Иманқұлова Нұркен. Иманқұлова мереке болды. Өйткені Нұркен өзінің тегін осы қызға берді. Алғаныңызға рахмет. Біз әлі дәулет қауқар болып жүрміз. Чорт. Сен кіші қандай? Чоппаева? Секірт жүресің ғой? Точно ма? Конечно. Не үшін? Қауқар алсыш, қауқар 10 жылдан кейін. Қош келдіңдер. Қош көрдік және. Қазір енді барлық жерде сендер болып жатсыңдар, жаңалықтарда да, Instagram, TikTok, барлық интернет жүйесінде сендерді естіп жатырмыз. Не жаңалық? Өздеріңді шақырып көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет жаным. Не жаңалық болып жатыр, Нұркен? Жаңалық болғанда кім келіншегім санымыз ма? Бүгін бізде ескертейін. Мен кішкене позитивті жақсы көремін, just позитив, no negative деген бар. Плюс 21. Иә, плюс 21. Мереке шығып кетіңіз. Сол жоқ па? 21 жоқ па сонда? Бұл қанат 2006 деп тұр. 2006 сол кезде қаншада? 19-дасың ба? Иә, қазір Кредитте шығып кеткен ғой. Кредитте шығып. Рассрочка шығады. Осындай сәл біртүрлі подкасты бар. Дайын болыңыздар. Бүгін ерекше подкаст болайын деп тұр енді. Менің сенімді серіктесім Чоппаев Біржанмен таныстырмаппын ғой. Барлық жерде біргеміз. Біржанға рахмет. Шымкентке келіп, менің қасымда поддержка беріп, негізі сенің келіншегін көруге келді. Шынымен неге екеуің Мен қатты көргім келді. Былай көргім келді. Жоқ. Енді Былай. 35 жасар мужикқа деген есі дұрыс па, дұрыс емес па? или мереке сенде басқа выбор болған жоқ па? Неге Нұркен? Шалдар ұнайды ма? Шалдар ұнайды. Шалдар ұнайды дейді. Папа, мама кешірім мынаға кешірім сұра. Папа, мама кешірім. Иістері болады десе. Иіс сезбейтін сияқты. Сандықтың ба? Шалдар ұнайды. Еще түрі мынандай шал болады. Не үшін шаш алып тастасың? Алып тастады. Сразу ма? Картиді көрек сен деді ма? Деген звукқа қайық. Жасарту керек. Барынша тырысып жатыр. Болды, басын кішкене серьезно бастайық, қазір арасында неше түрлі оқиғалар кетеді, әңгімелер кетеді. Нұркен, қош келдің. Не жаңалық болып жатыр? Отбасылық өмірге жаңадан келіп жатсыңдар, бір өзіңнен бір күшті жаңалықтарды айтып жіберсің. Не себепсіңдер, қайдан келдіңдер? Бізде біз қазір ғана үйде келін шайдан келе жатырмыз. Қонақтар күтіп Иә, қонақтар әлі күнге дейін 10 күн болды, үйге қонақтар тоқтаусыз келіп жатыр. Әкемнің достары болсын, менің анамның подружкалары болсын дегендей. Барлығына келін шай. Келінді көрейік. 21 жас кіші қандай келін ол деген сияқты. 21 жас деп мен жаңалықтан оқығанда өзім шок болдым. Сол мен үлкен баламнан 4 жас кіші. 4 жас үлкен. 4 жас үлкен, Мен бар ғой, бірінші Адлет Санат оның прямой эфирінде. Жоқ, сенің прямой эфирінде. Прямой эфирінде көріп жатырмын да. Бұл кәдімгідей тұр да үйленіп бүйтіп анау. Жастар отырасыңдар. Мен ойладым, бір съемка ма, бір нәрсе болып жатқан шығар деп ойладым. Киноға түсіп жатыр. Киноға түсіп жатқан шығар екен. Сөйтсем, жоқ, кәдімгі тойып жатыр, тосы-мосы. Иә, мен прямой эфирді қостым, 1380-ден сатқан жоқпын, тегін кәдімгі. Иә, кәдімгі 2000-3000 адам көрді. Сен басында пранкты ойладың ба, кино бір нәрсе съемка деп, Көбісі солай жазды. Мен сразу білдім Нұркен үйленетін. Өйткені Нұркен мен 89-біз ғой. Сіз шалдарды ұнатсаңыз, біз сәл педофил да әзілдеймін. 21 достар. Басқа солай, сосын жаңалық бізде сол қазір енді анда қызық өзір мен өзім ана жас балдар сияқты ше, андай жасқа үйленсең жасарасың дейді ғой. Шынымен рахмет.
мінекей менің красавицам, менің принцессам, кышканер, кышкари, кышкару, кышкари. Одан кейін айтпақшы, өтініш андай қыздардың күлкісі сатылса айтыңыздаршы, акциямен болсын алам, кішкене қыздардың күлкісі керек. Неге? Бізде былай, біз ашығын айтамыз, бір-бірімізге ренжу жоқ, үйге барып шапалақтан ұру жоқ. Бұл кісі 5 жасынан бастап волейболға қатысады. Спортсмен. Бұл андай өтірік қыздар сабит сызыла привет деу жоқ. Дей саламыз. Маған ұнайды ондай. Позор емес, ол зато шынайы. Спортсмен, бұл КМС, волейболдан кандидат мастера спорта, орталық Азияның үздік студенті, үздік спортсмені, волейбол өз саласында. Құдай қаласа тағы екінші наградасын алайын деп отыр осы жуырда. Тағы да айта берейін десем, менің келіншегім шапалақ, короче, жестко кейде андай ұрған кезде сәл расчет аламай қалады. Мен примерно шашын не үшін алып тастағанын түсіндім, мына доп деп ойласын. Жоқ, еще сумен қара қарсы мына зут тұрсын. Сонда мерекенің бойы қанша? Жоқ. Мына жермен, именно хлёстпен. Мә микрофонға жақын. Күле түш күлер. Жоқ. Осындай дауыс шығып жатқан жерге. Сен үйінде ондай дауыс шықпайтын білемін. Қойсаңшы сен безука деуші едің ғой. Мерекенің бойы қанша? 185. Мен 1.90. 1.90. Батырлар шашым бар кезде өмірге 1.90. Иә, бұйыртса, құдай қаласа, маған енді бірінші жұрттар ұл дейді ғой, мен кәдімгі кішкентай қыздарды көрсем шашылып қалып жатыр. Мен сенің де қыздарыңды көрем, басқаша ерке ғой, сенің қызыңды көрем, жаңа биге қатысады, андай неге қатысады? Гимнастикаға қатысады. Мен қыздарды көріңіз дейді, шашылып қалып жатырмын. Мен қыз хочу. Қызды болыңдар енді бізде бірінші сұрақ барлық отбасыға қоятын. Сендердікі вообще қызық сияқты, өйткені бұндай отбасыға бір жет қойын деп тұрмын, енді жас аралығын айтып жатырық қой. Қалай таныстыңдар? Нұркен, Мереке, кім бірінші жазды? Или қалай Мереке? Мен әлі таңғалып отырмын, Мереке. Неге Нұркен? Мереке, неге Нұркен? Неге Нұркен? Не болды? Айта беріңдер, ашық біраз. Мен бастап берейін ба? Мен бастап берейін. Қазір бүйірде айтылатын нәрсе бәрі. Эксклюзив, құрметті достар. 21 жас аралық қалай танысқандарын айтайын деп жатыр. Кеттік. 21 декабрь әкем 60-ға толған үлкен тойын бергелі жатқанбыз сол кезде. 21 декабрь осы жылы. Сөйтеміз да, менің Азиз деген нағашым бар, досым нағашы деймін. Үйге келеді, тойханаға сулар тасу керек болатынбыз. Обедкі уақыт. Сөйтеміз да, суларды, кола-мола, анау-мынауларды тойханаға апарамыз да, заттың барлығын түсіріліп болғаннан кейін мен шашыма кету керек болған. Шаш алдыруға. Сөйтті да маған айтты, менің класстас достарым бар, Данияр, Беканай барлығы. Сол жерге барайық, олар бір корейский кухняда отыр екен. Андай бар ғой, где спиртного ничего нету, андай. Өзің дайындайсың, жоқ, кальянда жоқ, өзің дайындағандай пикмей Само собой. Иә, сондай бүйтіп қалған корейский жерлерде андай. Бар ма өзің дайындап? Студенттер отырады, разноцветный, неше түрлі. Китайский лапша сияқты өзің дайындап аласың. Өзі сонда корейский бір андай, анесео, кәмсімеда деп жүрген. Сол жерге бара, иә, андай, көмега, жигада, албял. Пикмейдің біліп тұрсың ба не екенін сен? Айта беріңдерші, тыңдап отырмын Аға, сенің камераң айтайыншы. Сомен не керек, қоймай қояды. Жүр, мен оған айтам, брат, қойшы, мен шаш алдыру керек, кешке той, мен қазір тойға данайды. Ой, жүр деп қинап, еркекше алып барады. Может, это судьба, Құдай өзі сөйтіп тұрған шығар. Сөйтем да, енді мен қоймағаннан кейін жаңағы жерге кіріп қалсам, алдымда бүйтіп, андай ғой, бүйтіп салып берейін, былай, 4 қыз отыр да, мен келіншегім деп отыр. И көзім, конечно, түсті, бұл кісі де бүйтіп отыр екен, и мен достарымның қасына келем. Отырамда достарым бүйтеді ғой, отыра салып, брат, ана қызбен танышы, срочно, не болды деймін ғой. Кока-коланың холодильнигін көрдің ба дейді, я сонымен бірдей отыр, сонымен бірдей отыр, сенің размерің, брат, сенің размерің танышы дейді. Сөйтіп бүйтіп қарасам, ағырай, продолжай. Сосын Кока-коланың холодильнигін бірдей дей ма? Жақсы, таза кетесің ба? Сол енді.
Бағана өзің деді ғой. Mesela yok koymak değil. Жоқ, ашыла бер. сөйтіп отырамыз. Мен басында ол жерде жұмыс істейтін болдым. ТВ-ханың бойында жұмыс істейміз. Еще мен де кегім келіп барғанбыз ғой. Сөйтіп Тағдыр болып тұр ғой көрдің ба? менің де барғым келмей барып сөйтіп Сәл қызарып отыр жаным. сөйтіп енді ана жердің как барасың ғой? Иә. Есігі кішкентай екен, даже менің бойымда кішкентай ғой. Бүйтіп кіреміз. Мына кісі вообще бүйтіп кіріп келатса, мынандай болып гигант болып көрінеді. Бұны вообще танымайтын басында. Бұл кісінің қасындағылардың бәрі танып отыр, біліп отыр. Мынау актер емес пе, Камчаттың қасында жүретін адам емес пе мынау деп. Сөйтіп айтсам, актер болсын, өзіне актер деген ғой. Дұрыс айттың ғой? Сөйтіп отыра береміз, тамағын жеп, как обычно отырып сөйлесіп отырамыз ғой. Кейін бұның столындағылар бізге қарай подкаст жасай бастайды. Сөйлейді, Кім? Нұркен ба? Басқа жігіттер ма? Мен қыздарға вообще қарамайды ғой. Мен қарамай үйде отыра береді ғой. Даже саунада тұрып кетіп қалғансың. Осы жерден айт. Мен қыздарға Қырқылмайды Нұркен негізі. салонда. Ұра бермеші сол. Сөйтіп отырамыз. И осы балдар отырады да. Сөйтіп отырып подкаст жасап сөйлеп отырады да. И бұл кісі бір қарайды да, бүйтіп қарайды да, қайт теріс қарап отырып алады. Кейін біздің столда съемка жайлы, типа как не болады андай таргет, СММ таргетолог жайлы, мобилографтар жайлы әңгіме бастайды ғой. Сөйтіп бұл кісі съемка деген естіп алады да. Естіп қалдым. Естіп қалды случайно. Еще екеуміз жақын отырғанбыз, мен мына жерде отырғанмын, ол кісі тура сіз сияқты отырған, бірақ теріс қарап алды да. Сөйтіп отырды, съемка деді да, сіз типа атқа міне аласыз ба деп бастады. Мен бастадым. Сіз сондай шашыңыз ұзын, бұрымды, келбетті, келісімді қарындас екенсіз. Кешірім өтінемін. Бізде съемкаға осындай бойы ұзын атқа міне аласыз ба дедім. Иә, міне аламын. Қазақи осындай сериал, киноларға өте келеді екенсіз. Мен ешқандай навязывание ондай жоқ десеңіз өз еркіңіз. Сіздің инстаграм номер емес, инстаграмыңызға тіркеліп дайректке жазсам бола ма? Иә, болады деді. Жақсы, мен сізге байлансам дедім. Бол. Мен былай отырдым да, инеға қарадым да. Қарағым да, раз, два, три, да деді, все, моя дедім. Бұның басында кино, ат дегенде бір құлақтың теккен әңгіме болған. Атқа апар! Салам, суреттер жіберемін. Атқа апар. Апардың ба? Кино болды ма не? Көкшетауға. Кино болған жоқ. Енді болады ғой, енді болады ғой. Сөйтіп сондай болып отырады да, и кейін тамақтанып тұрып кетеміз. Бұл кісі сразу 15 минуттан кейін жазады ғой. Фотоңызды, ростыңызды, оқуыңызды жіберіңіз деп сұрайды съемкаға ғой. түсіп үйреніп қалған ғой, мен албастым ғой андай. Пожалуйста. Анфас, оңыңызбен былай Еще же как сен үшін не дейді, кастинг директорлеріне барып сізді көрсетемін, рекламалаймын, өйстіп әңгіме бастап кетеді ғой. Мен ойладым, жоқ қой, мен мақыл деп естіп жүре берген момент. Аңғал сүйсем қалғам ғой бұл кісіге. Соңғы, одан кейін мен жалғастырайын. Сол жерден таныс болады. Ертесіне бұл кісіні мен шақырамын бір жерге. Әдемі болып киініп алған, барамыз, бір ресторанда отырамыз. Ертесінде ма сразу? Ертесінде. Ресторанда отырамыз, тық, и мен сол жерде айтамын, кешірім өтінемін, мен жігітің боламын, анау деп айтпаймын, можно я буду ухаживать? Тарыда оттық біз. Сон тарыда ғой, ресторанда отырмын ғой. Сосын. Мақұл, асқанда десек. Сосын. Мен жігітіңіз боламын деп айтпаймын, мен ухаживать етсем бола ма? Мен кішкене сізге дедім. Мүмкін сізге ұнамай қалармын. Мүмкін ойыңыздан шықпаспын. Өзіңіз тексеріңіз, қараңыз дедім. Жақсы деді. Шығарып салдым. Ертесіне караокеға бардық, Иә. 2 күн өтті, уже караокеға бардық та. 3-ші күні караоке. Мақұл. Қайсынан бастадың, айтшы?
сразу өлеңді білесіңдер Ой, Dis-tu-moi duré le bien, enfin je serai aujourd'hui деп бастады. Сөйттім да отырдым да бір-екі дың кешіріңіз дедім, мен кешегі сөзім қайтып аламын, мен ухаживать етпейді екен, мен сіздің жігітіңіз болады екен дедім. Үшінші күн сразу. Үшінші күні. Бірақ дедім қолыңызда бола ма дедім, иә деді, қолды берді, бірақ айттым. Мен жас балдар ұқсап қолыма бүйтіп андай шарик ұстап алып, мороженое жалап паркте жүретін жігіттерден емеспін. До конца. Мен серьезный намерение, мен үйленемін. До конца тұра аласың ба? Тұра аламын. Онда мен саған үйленемін деп үшінші күн айттым. Неге? Наркес? Білмеймін. Таудағы коттеджге кетіп барған уақытта Машинада машинада неге? 19-ға тол, 19-дан кейін сені алам деген Мен 18-де еді. 19-ға тол, мен саған үйленемін дедім. Білмеймін, мен үшінші күні. Мен Құдай өзі сөйтіп, мен мына жердегі үйлестіктерді қазір келе жатыр. Бір жыл болды ма жүрген сөйтіп? 7 ай. 7 ай болды. Жарты жыл болды. Жоқ. 7 айда үйленіп кеттіңдер ма? Иә. Бірақ танысқанымызға үшінші күні мен үйленемін дедім. Просто енді церемония, анау мынау бет ашып нәрсе ұзату анау мынаумен құдалықпен 7 ай өтті да міне. И сөйтіп үшінші күні үйленемін дедім. Уже 24-і болып жатыр декабрьде. Иә. 20-сы танысқансың. 21-і танысқан. 24-і болады. Сөйтеді да мен енді бұл кісіні үйінен алып кетемін, апарып тастаймын, алып кетемін көлікпен. Енді анасы уайымдайды ғой 18 жасар қыз. Ана қандай бала ол сені алып кетеді. Басында бұл бастығым болатын ғой. Үйдегі бастығым деп таныстырып қойған мен өзім таксопарктарым бар ғой енді. Сол жерге жұмысқа кіргіздірдім да, кәдімгі жұмыс істейсіз, мінекей айлық. Өзі студент стипендия алады, грантқа оқиды. Мен сізге айттым, енді өзіңіз нажили были, мен сізге мінекей 150 мың айлық просто так сізге түсерсін. Жақсы. И сөйтеміз да 20 қателеспесем, қай күні сіздің мамаңызбен таныстым? 31. Жоқ, сіздің қазіргі мамаңыз емес. Қанша мамасы бар? Сіздің дегенге түсіне қарасыз ба? Мен де мамам. Иә, сөйтеміз да 31 таныстың ба? 30-а. 9 күннен кейін. Иә, уже бірінші 31 Ора санап отыр, 9 күннен кейін мамасымен танысып жатыр уже. 9 емес. Мен өте. Сосын? Жоқ. Қаншасы күн жұмысқа, қаншасы футболдағы есіме сөйтіп 24 күні жаңағыдай мамасы айтқаннан кейін қаншасы күн жұмысқа кірісіп қойдың уже? Үшінші күні уже үйленемін деп айтып қойдың, и сразу жұмысқа кірісіп қойдың. Красавчик. Сөйттім да 5-6 күн өткеннен кейін мамасы айтады, кәні мен кафеде үйге келсін, немесе үйдің жанында кафеде жолығайық деді. Мен айттым, жоқ дедім, мен кафеде жолықпаймын, мен ақыры үйге келіп өзіме сонда ответственность табатырмын ба, мен сіздің үйге барамын, мен сізбен официально алдыңыздан өтемін, танысам деді. Хорошо, сөйтіп сұрадым, мамаңыз не ұнатады? Ол кісі домбыра тартқанды ұнатады. Все принято. Домбыра, гүл, не? Үйге барамын, маған как положено, дастархан, манты, бәрі четко мамамыз қазіргі дайындап қояды. Волнение ешқандай болған жоқ. Болады ғой, іштей сезіп тұрасың ғой. 35-тегі мужиксің не болды? Жоқ, даже 35-тегі мужик болсаң да. Иә, бір... Да, сол сияқты. Почему-то ондай болмады. Отырдым, дың, осындай есімім Нұркен болады, осылай таныстым, у меня все серьезно. И сразу қыздың жолын ұстамаймыз, сен серьезный жігітсің ба, осындайсың ба? Мамасы да бұл кісінің енді мұғалім, завуч болған, ол кісі КМБшник болған, КМБде істеген үлкен... Спортқа қатысы жоқ бірақ? Жоқ, үлкен нелерде, заданияларда жүрген андай болады ғой, мужик кәдімгі бетке қаратып, что там, да, шеш шалдарымды келсет. Жоқ, енді. Серьезный, да? Сөйтеді да, мен айтам. Жоқ, енді. Сөйтем да, у меня бәрі серьезный екен айтамды. Бірақ мен бірінші, мына жерде айта кетейін, өте маңызды момент. Мен бірінші танысқан күні, мен мерекеге айтқам. Мереке, менің саған бір айтатын дүнием бар. Уақыт келеді, айтам. Деп бұл қызға кәр кездескен сайын айтатын. Мен саған айтатын дүнием бар. Анасымен танысып отқан кезде де Динара есімі, айттым, әпке дедім, я не идеальный дедім. Мен пәк емеспін, я не идеальный. Тағы бір официально жолыққан кезде мен сізге айтар бір әңгімем бар деді. Все хорошо, келсем, үйге кетем, үйге барам, папа мама білмейді. Сен айтып бағасың ғой? Жоқ, папа мама білмейді. Үйге келем, папаға, мен көке деймін. Папаны көке деймін ғой, мен қызбен таныстым. Не қыз? Үйленетін қыз.
үйіме мамасымен танысып келдім. Қалайсың? Солай мамам отырады. Айттым, барлығын айтып келдім де, менің әкем өзі журналист кісі. Ол кісі өте строгий, өте андай заңмен өте кәдімгі болады ғой, сондай адам да. Сен ажырасқаныңды айттың ба? 2 балаң бар екенін айттың ба? Жоқ. Сен ба деді, как она есть кәдімгідей. Ол сені қазір ұнатып тұр. Мен ертең мысалы тәтті шайға барды қал, мейлі. Мен сонда сенің осындай косягың үшін мен бүйтіп сүмірейіп отыру керекпін ба құдалардың алдында? Осындай болып қалған еді деп, так не пойдет. Еркексің ба? Қазір тұр да, барда айт. Айтпайсың ба? Әкемесін үйге. Кәдімгі тура айт. Ол сені қазір ұнатып тұр. Ертең білгеннен кейін сен жайлы ойы өзгеріп. Ол на берегу все должно быть. Откровенно, чисто, бәрі осылай по-мужски должно быть, деді көкем, батя. Болды дедім да, тура сол жерден звондадым да, жолда баратқанша уайым жоқ десеші. Енді ма? Енді, мен баратқан кезде сестрама, браттар, мен бара жатырмын, мен реально мынандай, мен уайымдаған адам емеспін да, өйтіп ше, маған жоқ деп қалсашы, мен Онда қатты не қатқансың? мен мына дір, мен денем түршігіп жатыр, еркекше алдамаймын. Шықшы мереке деймін, мереке шығып. Мен айтып отырмын ғой, Кім тексерші? сөйтем да, мереке шықшы айтатын әңгімем бар. Мереке келеді, мереке. Мен жыладым даже сол кезде, айттым, мереке, шынымды айтайын, мен помнишь саған бір нәрсе айтам деп жүрдім ғой, мен айтам саған дедім. Айт деді. Мен ажырасқам, мен 2 балам бар, бірақ мен адам өлтіріп қойған жоқпын, мен тастап кеткен жоқпын, мені тастап кетті. Ауырған кезімде, қиналған кезімде сатып кетті деген есеппен қабылдаймын мен. Да, видишь же, смотришь же. Қиналған кезінде 2 жақын адам тастап кеткен, ол өте ауыр. Сөйтіп, солай дегеннен мереке маған қарады да, маған қызық емес сен, осы уақытқа дейін өмірің кім, қалай, не болды? Спокойно. Дәл осындай спокойствие, хладна крови, кәдімгідей. Кәдімгі королева драконов, я дракарис, дейтін бар, оны мұздақ, кәдімгі игра престолов тағыдай. Мам, сағаншы деді. Солай деді да, и мен шынымен ба дедім, я деді да, и шын айтам көзден кетті кәдімгі. Жыладым, как она есть, балдарым сразу суретін көрсеттім. Мінекей, сенің уже 2 помощнигің бар, 2 қанатың бар. Просто соларды қабылдашы. Мен жақсы көрмесең жақсы көрме. Папа, мама сол 2 баланы бүйтіп жақсы көрші, соларға қарашы, соларды дос болып кетші. Бүкіл жағдайын жасайын, болды. Мен жақсы көрмей қой дедім. Папа, мама 2 баланы шеттетпей, бүйтіп бір семья болайық. Болды, маған одан асқан ешнәрсе керек емес дедім. Хорошо деді. Үйдегілерге келдім да, мен айттым, осылай дедім. Папа, біз шақырамыз үйге деді. Танысамыз, иә. 31 күні жаңа жылға 40 минут қалған кезде үйге келді, имеется в виду, жаңа жыл айтқанда отыр. Осылай папа танысты, мама. Кім келді? Біздің уже Екеуміз келдік қой. Екеуміз бірге келдік қой. Бірінші Жаңа жылда жаңа отбасы басталады. Мен 30 күні бұл жақтың мамасымен таныстым, и біздікілер 31 күні қызбен енді біз танысамыз, үйге шақыр деді мама мен папа. Енді көрді папасы бәрін айт деді, айтып тұр, шақыр деп тұр ғой. Мамка әлі естіген жоқ қой бірақ, Мамка жоқ, естімеді. Ол келеміз ғой, иә? Естіді. Сол күн жылап келген күні мен үйге тастап кеттіңіз ғой мен бір сағат. Сол кезде. Динара құдағы естіді ма? Естіген, сол айтқан күні барып айтқан мен. Типа осындай жағдай болған екен дедім. Бұрын осындай болыпты, қазір 10 жылдан астам уақыты болыпты дедім мен. Араласпайды екен вообще деп, бірақ 2 бала осы жақта екен дедім мен. Типа мен өткен күнге салауат деді. Типа тағдырдық қой, біреудікі бақ, ерте келеді, кеш келеді, бұл ұстай алмағаны деп, типа енді андап жеткізеді көненің көзімен. Көненің көзімен дейді. Көненің өкшесімен. Сөйтіп мен қорқып барамын ғой, ертең мама не істеп қалса, бұл кісі уже мен не істеп қойғам, жақсы көремін, уже бауыр басқағам бар ғой енді бұл кісіге. Сөйтіп мама енді өзің көресің деді, тұратын сен деді, өзің өмір сүресің, өмірдің соңына дейін осы кісімен бақытты боламын ба, жарты жолда тастап кетпеймін де, жақсылап ойлан деді маған. Сөйтіп жоқ дедім, тастамаймын дедім, до конца бұл кісімен до конца барамын дедім, до конца деді. Сөйтіп мақұл, мен емес тұратын сенсің деді.
екі баланы қабылдай аласың ба деді. Қабылдаймын дедім. Енді олар әкесі өсе ма дедім шекпенде. Молодец. Осы қалай жақсы көрмейсің, қалай еркелетпейсің. Честно. И содан кейін Понятиясы айтып жатыр ғой. 21 жас кіші болғанмен понятиясы менен 37 жас үлкен ғой. Сенің понятияң кішкене болды. Сосын сөйтіп 31 жаңа жыл ғой енді. Бұл кісіні мен үйге апаратын кезде мен тағы да уже сыйлықтармен мамасы үйге келді, мен жаңа жыл құттықтап кетейін. Келдім, құттықтадым, дастархан басына отырдым да өзім айттым. Әпке, есіңізде ма, мен сізге алдыңғы танысқанда айтқан болатынмын. Кімнің үйіндесің сен? Мен уже мына жаққа. Қайын жұрттасың ба? Біздің үйден танысып, папа-мамамен уже жаңа жыл болайын деп отыр, 12-де үйде күтеді ғой жаңа жылды. Үлгерейін деп бұл кісіні үйіне апарамын, сыйлықтарымен барамын да құттықтап болғаннан кейін енді кіресің ғой, енеме айтып жатсың. енеме айтып жатырмын. Әпке, кешегі алдыңғы сөйлескен кезде есіңізде ма, мен сізге айтқан болатын, мен бір айтар әңгімем бар, мен бір кінәратым бар деген. Иә деді. Мен осындаймын, ажырасқам, 2 балам бар, бірақ адам өлтіріп қойған жоқпын, все ровно. Я серьезное у меня намерение. Сіз я десеңіз де, жоқ десеңіз де, мен қызды аламын. Я очень серьезно сейчас говорю, дедім. Да, мы поняли, но ешкімге айтудың қажеті жоқ. Я знаю, Мереке знает, сенің мамаң біледі. Осылай, енді, все, деді. Мен сосын енді ешкім білмей қойсыншы, айтпай қойсын деген нәрсе қазіргі таңда енді соцсеть, интернет, ол невозможно. Невозможно. Оның үстіне 2 бала в основном мен қасында. Мен олармен дос, мен інілерім сияқты. Себебі біреу атасының баласы, біреу апасының баласы, ерке болғанда мен ашық сөйлесем олармен, ахаха, и оларды сторисқа салам, былай салам, барлығы біледі, тем более. Үлкен балам, енді біз де саған айтарымыз бар. Иә. Ренжіме, мен шындықты айтуға уақыт келді. Мереке бұрында Марат болған десең. Ал мен Нұрмилайым десең. Бәрі шындықты айтсаса. Бұрында Марат болған десең. Негізі мен арықтым деп шешінсем. Алдасызамнан бәрі көп болсам. Мен шындық бұл нәрсе айтайын ба енді. Ренжімесін енді. Ешкіме күлмейміз ғой, бірақ бір күні Боряның келіншегі Бота, менің бірге оқығанымыз Бота екен. Колледжде оқығанымыз. Бұның келіншегі шыны керек әзілсіз кезінде колледж ұстаған. Қыздар жүрген. Анау колледждің туалетін 20 теңге қылып қойған. Ойлаш, қыздар келеді, кіріп шығады, шыққаннан кейін 20 теңге ұстайды. Сен айтады ғой, әпке, тегін ғой, общественный туалет десе жазып қояды кәдімгідей. Ертең 20 теңге алып қоясың. Бір күні келіншегі звондайды мағаншы. Тойда отырды, тойып отыр, аяқташ. Звондап отыр да, Арман, қалайсың? Көрсетейін ба, досың, не істеп отыр дейді, аяқта тойып отыр, жастар тірек отыр. Мына жынды той болып отқан жерде Никонеттің прямой эфирін қарап отыр ғой. жоқ қуады, иә? Не үшін қарап отыр? Той болып отыр Мен ғой. білемін, голубой емес, не? Еркек қой негізі. Бірақ бар ғой, анау бар ғой. Мима симайды. Басым ана Никонет Нұрмилай. Не болды? Мима симайды. Нұрмилай. Мен Нұрмилай. Я не могу. Кепті ғой. Соны көріп отқанда сол бір қызықты оқиға болды да. Содан кейін мамасына айттым. Қайтып Иә. Демек мен 3 күнде мен үйленем дедім. Мамасымен, біздің мама папа бұл кісі жақтың ата-аналарымен мен 9 күнде рұқсатын алдым да мен серьезный өмірге қадам бастым. Құдай қала, міне 20 қай күні болды той? 21-і, иә? 20-сы болды ұзату той, сырға салып, кәдімгі қазақтың бүкіл салт дәстүрімен құдалық болып, ол жақтан қызды алып кетіп, 21-і беташар болды. Мен сендерден жігіттер шақырмадым беташарға. Себебі андай енді сонау жақтан бір беташарға болады. Жағылмайын дедім да, әуре қылмайын. Үлкен той бұйыртса сентябрь айында жасалынады, датасына қоймады. Бір өтінішім бар, Нұркен. Кейбір балалар құсап, тойдың тамадасын шатаспашы, пожалуйста. Тойдың тамадасын шатаспадан бұрын мен кейбір балдар құсапшы андай, мен тойымда мына звезда болды деп анау
өйтіп шақырмаймын ше мен. Тамадамен жасаспаш тамада отыр ғой родной сразу Жо, мен папам сені ұрып өлтіріп қояды. Мен папам журналист, ол сөз саптау, сөз мағына. Сонда тамада бір екі той жасасайшы жастарға бөліп. Жоқ, бірақ жастар в основном болады мейірбек. Шынымен ол сені бар ма анда ручкамен қаламмен ұрып өлтіреді жаңағыдай. Көне сөздермен өнегелі сөздің өнеге өрмегі деген естімеген қазақтың сөзін айтады да кәдімгідей. Дейсің да қайтып кетесің. Енді ол журналист кісі, ол кісі журналистер одағының төрағасы болған, 24 жыл хабар, 24 кезеттің редакторы, аналитигі, қазір Түркістан облысының... Кеше журналистер күнде бүкіл күшті бір медаль алды. Түркістан облысының құрметті азаматы, Қазығұрт ауданының құрметті азаматы. Ол кісі, енді 24 жыл хабар ол кезде нет деген болатын біле білсеңдер. Нет деген кезінен бастап істеген кісі газет нелерде. Жарайды. Енді Нұркен мен Мереке танысуын бәрін көрдік. Құрметті көрермендер, барлықтарыңыз қызық болған шығар. Міне әдемі шынайы бәрін айтып берді. Енді менде сұрақ болып тұрды. Мен төсекте қандайсың дейді. Жоқ, оны саған қоймаймын Нұркен. Оны боряға қойсам болады. Мен нормально. Нормально 5 балам бар, Аллаға Bu yerде әзіл. Қарашы, менің келіншегім 7 жас кіші менің. Менің келіншегім 7 жас. Боря сенің келіншегің қанша? 4 жас, 5 жас. 5 жас. Мен ары кетсе, менің енем мен қайнатам арасы 11 жас. Мен сонда естігем. Енді Мерекеге сұрақ қойғым келіп тұр да. Енді Нұркен енді анау мынау жігіт емес, жұлдыз жігіт, қаншама КВН-нің легендасы, қаншама кино, 25-тен кетіп біз білетінді айтып жатырмыз. Бізден кейін қаншама Ва-банк бар, сосын мықты қандай кино? Келінжан, мен махаббатым, ой бұл. Енді айта беретін болсақ, киноның списігі өте көп. Қай жер ұнады? Осы қыздар сұрақ көрейік те Мерекеден. Қай жермен ұнады, саған бірден ұнап кетті? Қай қасиеті? Бұл кісінің адамгершілігі ұнады ма? Ең басты. Жоқ, қой оны! Шынды ма? Не үшін ондай дауысты? Жоқ, қой оны! Жет айда, танымағансың. Бұл кинодағы Нұркен басқа, өмірдегі Нұркен басқа да. Маған көрінген Нұркен басқа болды. Адамгершілігі. Менің қасымда Алматыда импровиз шоуда ровно бір апта қасымда жатқан. Алматыда бәріміз барғанды. Мен ол кезде бұны 2 жылға сағынбайтындай қыз жіберген бе? 2 жылдай сағынбай, Қазір араларында бір бала бар ма десе? Мен андай ұрып, тістеп жақсы көрем. Ол біреулер андай. Бір төсек жатық қой, көп қой бала, екеуміз спальныйда болдық. Мен бұған бедем. Өкіндің оның арқасында жатқаны. Ұйықтап атырма түсінбейсің ала. Мен бұның мәмесін қысам бұл. Енді томпақ қоқаш. Көрген жері мәме ма? Ұйықтай алмай қойдым оны аттың. Маза. Енді мен өзім бұрыннан осындай. Негіз бір арқасында бір нәрсесі бар ғой. Қысат мұны. Күнде ма? Түсімен қуатым бұл. Жоқ, мен өзі кішкентайынан сондаймын, андай. Сен ауыр жүретін ғой байқұсың. Апам баласы. Скоро емдеп алам. Емдейсің? Сен емдейсің. Бұны да емдетіп жүрген шалбақ бәкен ешті емдейсің. Сен волейболисттен алақанын қарасаңыздар, не деген алақан? Қанша ұлса сенде? Маңда қараса мен екен. Менен қанша жасын? Үлкен болып тұр. Не ғой, бір нәрсе айтайыншы. Маңда соса мынандай қой. Өз жерде айта берейін ба, жаңағы қазір бүкіл мынау Facebook, жаңағы Жұлдыздар Ньюс, Қазақ Today, бүкіл пабликтерде 21 жас айырмашылық деп жазып жатыр. Это дезинформация. Өтірік па сонда? Өтірік па? Ол жалған ақпарат. Қанша жассың? 85 жыл ма негізі? 17 жас кіші. Мен 21 мен 17. 17 жас. Көп емес негізі. 4 жылда бала жүреді ғой уже. Просто да. Мен 89, 2006. 17 жасар балада мектеп бітіреді ғой. Сол ғой, мен 11-ді бітіргенде бұл кісі енді бір қызығы менің үлкен баламнан 5-ақ жас үлкен. Заман құрдас. Рахат PlayStation. Жаңа айтпашы. Бір оқиға болды, еске түсі неге? Короче, енді ұзату той болып жатыр ғой. Әділет Санатұлы деген жынды інім менің қасымда дружка.
енді бойы ұзын примерно келетін деген сол-ақ болды. Қасындағылардың бәрі үйленіп кеткен. негізі қалай? Достойный бала ғой, Өте. болды. Болмай қалды. Жақсы жігіт ол. Жақсы жігіт. Мен әкем жақсы көреді оны. Тараски ғой. Сөз саптауы күшті ғой. Иә, ол жынды. Сөйтіп қасында, ойбай, кешіріңіздер. Шашылып түскендер. Суда жоқ екен, Мен қасында әділет санаты отыр. Жа, не дедің сен? Бірақ подкаст алмай қойық дедің ғой сен. Су керек екен негізі. Сөйтеміз да, енді ұзату той болып жатыр, бойы сәйкес келген. Әділет, басқалар шақырайын, достарым шақырайын десем, бәрін үйленіп кеткен. Сөйтіп қасында тұр ұзын болып Мереке, и, соответственно, Мерекенің дружка қызы. Досы. Ол да ұзын. Қыз жолдас. Қыз жолдас. Ол да волейболистка ма? Жоқ, ол өнерде. Ол алқаш десең. Қуасын сәне. Сол қымыз ішіп өшіп қалады, осын көріп отырсаң, саған айтамын, қымыз ішіп атып өшіп қалатын. Атын айтпаймыз, Иә. Кім еді? Аружан бе? Аружан бар еді. Сол дружка қыз болады. Сөйтеміз де әзіл. Аружан жан ренжи бер. Сөйтеміз, той бітеді, енді қызды 12-де алып шығамыз, есік алдына келеміз, есік алдында оформление, ертеңгі беташарға дайындық, аппарат қосылған, дүккіс-тәккіс, Қайрат Түнтек, Шапағат Орынбай, бәрі менің достары болып барған, енді өнер жолындағы бауырларым бәрі есік алдында билеп жатыр. Қызды орамал сал алып кірді да, и мен үлкен балам Санжар. Қасындағы дружка қызына бүйтеді да. Ей, привет, қалайсың, сен не yapıyorsun? Папам ғой үйленген, сен не yapıyorsun дейді. Мен дружкам ғой дейді. Қасында танисыңдар десем, екеуі домбыра үйірмеге қатысады. Мен баланың досы тойында дружка. Ё-моё. Қалай былай? Жоқ, вообще. Сенің өмірің қызық екен бар. Өте Не істеп жүрмейші, түсінбей қалдым. Анда тағы история. Қатында апарып тастап, болды шешем бар өмір шығып. Андай монтаждап тесті тастаған. Машинаны жөндедім, шешем қатын жұмысқа барса, алып келіп, не өмір деймін, сен қызық екен. Енді Аллаға шүкір. И сөйтіп, қазір сонымен енді мінекей Құдайға шүкір 2 баласы бар, қасында 2 қанаты бар, Санжар, Ернар, көмектеседі, бірге әзілдейді, ойнайды, бір-біріне осы уақытқа дейін бір ол жақ 2 баламнан болсын, Мерекеден болсын, андай сәл бүйту деген мен бір байқаған жоқпын. Атам, әкем риза, атасы, анам риза, біздің әулет риза. Құдаларға, мамама рахмет, осындай керемет принцессаны маған дүниеге әкеп бергенде сізге үлкен рахмет. Алғысымды айтамын, шын айтамын, саған да жақсы көремін жаным деп айтамын. Шын мен жөн, сука. Барлығына алғысымды айтам. Үйде бізде кәдімгі енді полноценная семья. Машалла. Мен 9 жыл енді өтті ғой. 9 жыл толғатып күткен тотықсып. Машалла. Бақытты болыңдар. Барлықтарыңыз көрдіңіздер, енді Нұркен, Мереке бақытты болыңдар. Әркімнің өзі өмір өзіне ғой, дұрыс па? Былай ойлайды, 5 саусақ бірдей емес. Сен тек махаббат жасқа қарамайды деген тағы да дәлелдеп тұрсыңдар ғой. Сондай бұл. С первого взгляда дегенде, любовь с первого взгляда дегенде дәлелдеп тұрық. Бір рет көрдік болды. Негізі Мереке Нұркен КВН-де мистер КВН красавчик жігіттердің бірі етін. Екеуміз сондай етіміз кезінде КВН-де Шымғала, Айса. Мен де сондай едім ғой. Иә, аха. Ар жақта көкем кішкене сөйлейді. Өмір қызық емес көке ғой десең. Ата құманыңыз дайын. Нұркен, Мереке енді біздің подкастқа келген кезде, жаңа қалай танысқандарын бәрін айтып жатсыздар ғой. Біздің подкастқа келген кезде бастарынан өткен қызықты оқиға. Нұркенде миллион. Өйткені Нұркен бүкіл ортада тек осы жігіт сөйлейді. Бүкіл орта болсын, кеш болсын, мерекелік. Енді бірінші Мерекеден сұрайық қыздың жолы жіңішке. Мереке волейболистка айтып жатсыздар ғой, неше түрлі чемпион болған деп. Басынан өткен. Любой бір қалаға барған кезде, үйде Нұркенге дейін болса да бола береді. Или Нұркенмен бірге осы 7 айдың ішінде өткен. Анандай болған. Бұрынғы жігітмен бастаса кезде. Мен негізі кезде бағат болған кезде кезінде бірінші қызықты оқиға, содан кейін қорқынышты оқиға болса бастан өткен. Қызықты оқиға деген. Бірінші мен волейболға келмей жатқан кезімде күреске қатысқам, дзюдоға.
Шынымен бір марақ болған сияқты. Дзюдоға қатысқан. Иә, дзюдоға қатты қызығып, балдардың күресіп жатқанын қатты қызығатын едім ғой сөйтіп. Ол кішкене еркек. Неге олай отбасыда қалай сонда? Ер кісілер көп па отбасы или неге еркек? Бізде қыз көп қой, біз жақта көп. Папа жақта папаның інілері ғана бүйтіп балдар 4-5 қалған бәрі қыз ба? Бұл папасының қызы ғой. Менің әкемнің қызы. Әкесінің қызы, әкесімен бірге көп жүреді, жаңағы рейстарға шығады, машинасын жүргенде. Не істейді папа? Папа Дафай дейтін типа. Дафай дейді. Дальнобойщик. Ақша көп қонды сендерде. Даф өздерің кім? Осы жерде, мына жерде айта салайын, атамыз, әкеміз марқұм. Сразу андай әзілдеп неғып қылмайды дегенім, иә. Мама мұғалім дедіңдер, тарих пән мұғалім, иә. Сонымен дзюдоға қатысын балалар күрестері ұнайды, сосын? Сөйтіп жүріп күреске кетіп қаламын ғой мен. Күрестен кетіп қаласың? Күреске кетіп қаламын волейболға. Сөйтіп ол кезде волейболдағы тренерлер маған ренжіп жүреді, сен қыз екі спортты алып жүре алмайсың дейді. Организміне травма болады, бір күні сынады, қолың бүйтеді, сөйтеді деп әйтеуір айныта бастайды мені неге күреске. Иә. Сөйтіп өзім же қызығамын күреске, бүйтіп күресіп жүремін, балдармен күресу қызық қой маған. Сөйтіп жүріп Шымкентке жарысқа шығамыз дейді. Мен Шымкентке жарысқа кетемін сөйтіп. Негіз қатты. Біз Шаянды Бәйдібек ауданындағы Шаян деген ауыл жері аудан. Елім Төлебей ру. Руым Сиқым, Тоғатай Сиқым. Сосын қалай дейді? Біз маманың ауылында тұратын. Типа маманың ауылында 3 мектеп ауыстырған ғой. Нағашылар жақта бір оққан. Неге бәрін ұзында жүргесің бе? Класстар неге? Жоқ, ауылда бір оққан, сөйтіп қалаға бір келемін. Сөйтіп маған нағашылар жақта болған оқиға бұл. Сөйтіп күрестеп Шымкентке алып кетеді, осы қыздың бойы ұзын, енді топақта боламын кішкене, бойым ұзын, топақта здоровый, анау жеңіп алып келеді бізге, тренер мәз ғой, нағыз жеңіс алып келеді бізге, жеңіс алып келеді дейді. Жеңіске балам әкелсе, бұрадан осылайтын бар. Жеңіс айтма. Сөйтіп бірінші шығамыз енді күрестен, енді ұмытқанмын, мен біріншісіне шығып күреп енді жеңесің ол жерде. Уже бүйтіп не болып қалғансың, ана енді мақтанып жатыр, енді бүйтіп гүл болып жатыр жүрегің, енді гүл болып бүйтіп бірінші орын аламын, скоро бірінші орын қараңдар деймін, екіншісі барған ұтылып қала саламын. Әншейін бүйтіп жамбаспен қадай салады, сол жерден ұтылып қала саламын өзі. Шайлам тігіледі де, содан кейін қайтып волейболға кетіп Шайлам тігіледі дейді. Жарайды деген қандай стропила ұсап қадаға қойып зымнан дейді. Тура сондай болады. Волейбол кетіп Зато сол жерісі қазір мінекей кандидат мастера спорта по волейбол. бәрін гол соққаннан кетесіңдер ме сонда? Иә. Ондай бар, Көптен ұрмайды, негізі жамбастан ұрады. Жамбастан ұрады. Сен кетіп келетін жатсың. Привет, қыздар! Қыздар где? Енді мерекенің қызықты оқиғасын бәріміз естідік. Дзюдодан волейболға ауысып кеткен екен, қазір мастер спорта. Енді Нұркенің басындағы оқиғалар, 125 оқиғаның қайсысын айтатын? Бұл да не сияқты қандай бит? Пачк-пачкісімен деген. Кім жайлы айтасың? Осыны шешіп тұрып айтайыншы. Бір сұрақ қойсақ осы жерде, неге шашындалып? Мен білмеймін, шынымды айтайын, мен прямой эфирде отырдым да. Тикток, Инстаграм? Тиктоктың стримінде отырдым да. На желание ойнадым мен. Жоқ, мен стрим батл ойнамаймын. Мен бүйтіп отырдым да. Мына шашым надоело кетті, ала салайын ба дедім. Ала сал деді, кеттік дедім, алып салдым. Келіншегінен сұрадың ғой бірінші, иә? Бірге барып алдық қой. Қойшы. Басын бір дем алып қалды дейсің ғой? Иә, басын бір дем алып қалдық зато. Жазда кайф қой. Енді хиджама керек қой басқа. Хиджап керек десе. Сосын қызыққа кеткен. Короче, 98 жылдан 2003 жылға шейін менің әкем Ташкентте хабар агенттігінің меншікті тілшісі болып жұмыс жасайды. 98-ден 98-ден 2003-ке дейін. 5 жыл. Бұл кісі әлі туылған жоқ. Сөйтіп ол кісі кәдімгідей ол кезде енді интернет деген жоқ. Ол кәдімгі хабар агенттігінің меншікті тілшісі, ол сояқтағы сюжеттерді түсіреді, жасайды да, границадан Ташкентпен Қазақстан мен Өзбекстан границасынан өтіп Шымкентке келеді, жаңағы түсірген материалын алып. И сол материалды алады да Қазақстан Шымкент деген телеканалға береді. Қазақстан Шымкент деген телеканал Қазақстан Алматыға жібереді. Қазақстан Алматыдан материалды хабар алады да кешкі сағат 8-де хабарға шығарады. Ол кезде қазірден интернет жоқ, жібере салу деген.
осылай постоянно границадан өтеді шығады и қызыл 99 дипломатический номер болатын көмбек цвет андай К-3003 корреспондент 3003 и уже күніге өте бергеннен кейін енді батяда неприкосновенность не барлығы бар границада уже тексермейтін де тоқтатпайтын да ол кісіні өткізе береді все өткізе береді мен өзі кішкентайым ойлаңдар 98 жыл мен кішкентайым 8-ден ба папаның сол кезде зажигалкасы болатын таза темірден жасалған пистолет естеріңде ма сондай зажигалка анау пистолет түк десең мына жеріне шық кеткізіп не қылады и мен онымен газ бітіп қалғаннан кейін мен онымен үйде пақ пұқ атып ойнап жүремін да и папа үйге кеп қалады да бүйтеді мама бар сестра бар мен бар түк кеп қалады да так тез жиналыңдар мен материалдың бәрін неғылдым кешкі сағат 8-ге шейін хабарға көрсетіп үлгеру керек қазақстанға өтеміз границадан тез дейді да асығып атып мен мына жаққа пистолет соламыз заттарымызды аламыз да енді машинаға мен всегда машинаның алдында отыратынмын машинаның алдына отырамын границаға келеміз да границаға келген кезде енді оларда да проверка андай болып қалады ғой кезде ана жердегі кепке киген кәдімгі старший келеді да ассалаумағалейкум әбдезеке қандақсыз жақсымысыз бізде проверка болады да багажникті ашып алайын ана сумкаларды проверка қылу керек дейді да болды хорошо деп жатқан кезде мен артқа бүйтіп мамама қарап қаламын ғой мама ана бір бәле деген кезде бәріне пистолет көрінеді зажигалка ғой ана кісі бүйтеді ғой пистолетін алады да тоқта қимылдамаларың тоқта тұр бәкке дейді солдаттар калашпен солдаттар келеді границаға ойлаш батяға мына жақтан калаш мына жақтан пистолет бүйтіп отырып та бүйтеді ғой жай қимылдама дейді да арқамнан жай бағанағы зажигалканы алады бүйтіп зажигалканы жай алады да бүйтіп жерге жаңағы пистолет деп ойлайды ғой мына жерде кадрмен алына ма тұра берейін бүйтіп алады да нема ау ойлаш граница мына жақта калашпен шақ солдаттар ана жерде уже қазақстанның границасы ояқтағылар түсінбей жатыр пападан алдында андай хабар пресса деген жазу тұрады қазақстан несі енді батя непонятка мен өйстіп бәріміз бүйтіп отырмыз анау жаңағы бүйтіп нема ау жынданып кетеді анау батя бүйтіп маған қарайды да батяның көзінен мен өлімді көрдім өлім ойлашы енді шиколсында батя ондай кезде бүйтті да маған сразу ана солдатқа тартма мынаны деді менің оғлымның ойыншығы мен өзім разбираться қыламын бұл зажигалка бұл үйде мына қақып ойнап жүратын мынағына қойып қойған и границаға шундай болып келдік түсіндіріп береді да әбеке мен нерв қыл дейсіз бұнаға бір бәле проверка болған кезде анау бәрі нормально дейді машинаның бәрін тексереді бірақ үйтіп тексермеген енді оларға да осторожность керек қой тексереді да өзбекстан границасына шығып қазақстанның границасына жақындаған кезде енді ана солдаттар көрді ғой енді ана қазақтың солдаттары көке сізді анау бағанада кетейін нахуй дейді өзбектер маған бүйткен кезде сен қырғыз қазақстанға айырамын дейді ғой батя андай батя нерв аш воротаны дейді қазақстанға ашылады қазақстанға кіреді қазақстанның жерінен 13 метр есімде механика ғой ол кезде мынандай ғой қараса бүйтіп машинамен ана жауын өйтіп ұрмайсың гэн сыдық мамам машина кетіп қалады батялар білесіңдер ғой мені өлесің ұрды машина кетіп қалып жатыр мен көшеге шығып бір жынданып келеді темекі шегіп алады енді анау стресс алды анау уже кешкі сағат 8-ге хабарға үлгеру керек анау не басып келеміз бәрі өтеді анау и 11 нәрсе жыл өтеді 15 жылдай өткеннен кейін үйде отырсам менің мамам да журналист та үйде газет журнал деген өте көп бүйтіп тамақ жеп отырсам мамам бүйтіп газет тап келді да жас алаш деген газет қой оқы мынаны деді да кетіп қалды кімге маған газет тастады оқы мынаны деді да кетіп қалды ойында ешнәрсе жоқ ішім бүйтіп жас алашты ашсам бір парақ екі бүйтіп ашылған кезде екі жақта
батя жайлы жазылған екен да андай. Әбдез аға, енді сіз сонау 98-2003 жылға шейін сіз Өзбекстанда меншікті тілші болдыңыз. Папа теракттарда қатысқан, взрыв болған кезде сол теракттың арасында. Сондай керемет жаңағыдай репортаждар жасағаныңыз. Бірақ енді жаңағы сендер ұқсап басыңыздан өткен қандай да бір қызықты оқиғалар болған шығар. И батя. Иә, әрине болған. Енді оқып отырмын ғой мен ананшы. Иә, әрине болған. Бір күні границада балам осындай зажигалкамен беліне болып қалып, ана жал ұстап калаш келіп, біз әнерде түсінбей, кейін бәрін түсіндіріп болғаннан кейін мәз мейрам болып ойнап, ха-ха-ха деп кеттік. Дейді? Сен таяқ жегесін алып. Мен ананы оқып отырмын да бүйтем ғой. Деймін. Мына мақаланы кім жазған деймін. Өтірік мынау деймін. Мен болдым ғой ана деймін. Ебать таяқ жедім ана деймін. Мәз болып естіп қайтқан деген әңгіме болғанда мен нифига деймін ғой. Мамам айтамын ғой, кім жазған мынаны деймін ғой. Жасалаштың давай редакторына шығайық па, болмайды мынау. Факт айтсаңдаршы деп кешке батя келеді. Батя деймін ғой. Так не болады, сен неғып сен енді журналистсің ғой сен. Неғып айтасың десем деді. Енді не ұрдың деп айтам ба енді? Жазықта өстіп енді қыз кете береді. Бұндай историялар деп осындай, короче, жестко таяқ жегенмін. Мәз мейрам болып дей ма? Мәз мейрам болып түсіндіріп деп қайтқанбыз еді фитна. UFC-де тұрмаған жерген. Енді өзде батя бабында ғой. Батя өз бой 1.90. Қазір менен дәл ол кісі мынандай жас кезінде ашық жерлерімді іздеп ұратын еді. Саған подкаст емес, короче, ұзақ жолға Грузиядан машина алып келіп қасына отырсық болып қоя болды. Ол да бар, я болмаса стендапқа шыққым келіп отыр шы. Негізі айрас екен. Шыққыр көрсетіп тұр шы. Конечно. Көтіме операция істеген айтып берейін бе? Ой, похватно. Тесік осындай өздерінде не жағдай жігіттер мына передачаны тартпаған жоқ ма? Сендерге сұрақ қойып Оқиғаларым күшті болады просто. Сізге бір оқиға есте түскен жоқ па? Жаңын сол, негізі қыз баласы күйеуінің алдында өйстіп сөйлемей неғып отыр де, мала десе, жаңын. 7 айдың ішінде енді бір-бірлеріңді жаңадан танып жатсыңдар ғой. Үшінші күні сөз салдым, 4-ші күні үйлене деп айтып қойдым. Қашан сүйістің? Шынымды айтайын ба? Зәрі сүйіскен жоқпыз. Қиын болса айтпай ақ қой. Жоқ, қиын емес. Мен айтқан кезде мынау қиын. Бір апта, мен өте қыз балаға, мен қыз балаға деген жігіттер, шынымды айтайын, мен отношениям, сыйластығым, мен қыздардың арасында өскеннен кейін, мамам, әпкем арасында өскеннен кейін, мен біреулер бар ғой, бір жерде тұрса бас істемей қалатын. Ондайдан аула, шынымен мен ондай емес. Мен қыздарды өте құрметтеймін. Мен кейде даже дұрыс емес қыздар болса, мен сөйерде кәдімгідей. Дің, мен анау ұнамайды маған. Қыздарға қатты бит тиіскен андай, мен дос ретінде қараймын, қарындас ретінде қараймын. Мен куә ғой, қанша съемкада қанша әдемі, қанша модель, қаншама кімдер болмасын, мен чисто андай осылай әзіл оқы менде арам ой. Мен Мереке сен қанша ай болды енді Нұркен тұрып атқанда бірге? Конкретно тұрып атқанда. Бір келді ғой үйге. 10 күн болма бүгін. 10 күн енді болды ма? 10 күннің ішінде не өзгерістер, не жаңадан бір оқиғалар? Шашығаны өзгерді ма? Шашығаны өзгерді, сол жаңалық болды. Басқа ештеңе. Мен осы жерде айтайын, мен бұл көмектесем. Азанда қаншада тұрып жүрсің? Бұны айтамын мен. Ұйқы бас. Ерте тұруға бір екі нәрсе істеп. Азанда келіндегі ерте тұру керек қой негізі. Нифига да. Айт давай. 9-да тұрамын ғой. Өтірік. 9-да. Мамамдар қой, жас қой деп сөйлей алмай жүр. Бұл шашы ұзын ұйқымды ұстап алады да. Тұр ерте. Бұл менің екі кішкентай баламмен түнімен кино көреді, үшеуі жатып, ұрыс көреді, бір нәрсе көреді, содан кейін шықтайды. Одан кейін деп жүр, бірақ сразу біздің үйге келген кезде папа да мама да айтты. 2 күннен кейін ба, ертесіне ба кәдімгі. Шымкентте күмістік келін айналайын, ойбай, келін қыз ретінде қарайды. Шешена басындағы орамалды ойла, саған қарап мен пысынап жатырмын, шеше сашы. Орамал шөбер, рұқсат берді ғой, шеше сашы пысынап жатсын, жаным. Қыз сияқты, бұл ата, апа дейді сөйлейді, папа дейді, мама деп сөйлейді. Бұл енді біздің
үйде мен қайттам, біз мамашка екеуміз, бұл папа екеуі. Лучше ма. Я уже кәдімгі бұның крышасы непротекаемый. Біздің крыша шұрқ дейсің. Мамашка сөз өтпей қалады кейде, батя, десе болды. Мақыл десін. Енді анда ударлар Мәз мейрам болып қайттық. өтіп жатыр да. Мәз мейрам дей ма? Сондай біздегі үйдегі жаңалықтар өте қызық. Әр момент маған қызық болып отыр. Себебі 9 жыл болды, мен өзім кәдімгі андай. Жас андай болады ғой, үйге хозяин келіп қалған кезде кішкентай күшіктер ұйтыра дейді. Ішіндегі состояние сондай. Қуанып жүрмін. Я бақытты болып жүрмін, серьезно айтамын. Ол ешқандай жасырын андай несіз, бәрін айтамын. Сен әбден Мінезі ұнайды. Красавчик. Рахмет жаңа. Мінезі ұнайды. Осылай күлгені ұнайды. Бұл кісі еркек шоралау жаңағы спортсмен ғой енді ол. Сондай, соның бәрін ұнайды. Қолынан зат түсіп қалады, тізесін ұрып алады, поворот шықты, ерте дуал пық, бұрышсын ұра салу, басымен дық, люстраны ұра салу. Бәрін ұнайды, сондай. Сәл отмороз. Журналист, волейболист. Шашынан ұстап. Енді Нұрке, не план, не жоспар алда? Біздегі алдағы жоспарымыз отбасылық, өзіңнің творчествоңда не болып жатыр? Біздегі алдағы жаңалық бұйыртса 25 теңге киносы жарық көреді. Құдай қаласа, өзім продюсер боламын. Иә. Өзім ол жерде сол жаңағы Шапағат түседі бұрынғы актерлардан, Қайрат Түнтек түседі, Ералаш түспейді. Мен түсем, Олжас Бекбауов түседі, мен главный продюсер боламын. Менің компаньонларым бар, бізде бір қазір 10 шақты таксопаркіміз бар. Жаңағы Сұлтекең, Асан деген мырзалармен бірге істесеміз. Инвесторлар ба? Компаньондар. Компаньондар. Біз компаньонбыз. Инвестор десе де болады. Құдай қаласа, сол 25 теңге киносы жарық көреді. Одан кейін 221 Мерседесім бар, 5/5 соны ойнатайын деп жатырмын. Серьезно айтайын. Қанша деген ойнатайын? Соны білмеймін, 2000 теңге шығар. 2000 теңге, бүйтіп қой, 2000 теңгесі көп есептеледі. 1999 теңге. 10 теңге өзі. Мақұл, жарайды. Сөйтіп, Мен просто 25. Иә, 25. Короче, былай, бүйт айтайын. Сол жаңа кино түсіру жаңалығы, келесі жаңалық біз жаңағы YouTube каналды ашуды үйретіңдер. Мен YouTube каналы ашып, келіншегім екеуміз семейный жаңағы Мерседес. Отбасылық па? Иә, отбасылық. Қазір енді барлығына қызық болып жатыр. Енді көздерінде көріп жатсыңдар. Соған осындай моментті пайдаланып YouTube каналы ашып, сол жерде мен жаңағы Мерседес 221, 5/5 Мерседесті ойнатамыз деп отырмыз. Екеміз жаңалығымыз сол. И той қашан бұйырса? Бұйырса той сентябрь айында әлі күн белгіленбеді. Күзде деп отырсыңдар. Иә, күзде. Біздің 12-сінде жасамашы. 12-сі. Туған күнің ба сен? Жоқ. Мен өзі ас беремін әкеме. Содан кейін. Бол, 13 істеймін. Сосын шетелге қашан? Шетел, біз осы июль айында Пхукетке шыққан жасар ма? Жоқ, Пхукетке кетеміз дегенде, ол жақта қазір жаңбыр, андай, не сезон екен. И сентябрьде той болатын болғаннан кейін, біз мынандайға айттым, уақытша давай битейік дедім. Қазір біз 1-2 аптаның ішінде екі баламды аламыз, бірге төртеуміз. Жаңағы Қайыңды, Көлсай, Қапшағай, машинамен мініп алып, кішкене бір апта 10 күн сол жақта автостоп деген сияқты машинамызбен барып соны қайтып, ал үлкен той біткеннен кейін енді бұл кісінің таңдауы мына мемлекет десе, сол мемлекет. Қай мемлекет деп отырсыз Мереке? Қырғызстан. Мен өзім Афганистаннан айтып келемін. Мен өзім Афганистанға барып келемін. Қай мемлекет Мереке? Өз таңдау. Бұл кісі мен ол. Көрдіңіз ба, мен осы жерде айта кетейінші. Айтшы, родной. Бұл кісі көрдіңіз ба, сіз даже айтсаңыз, кейбір қыздар пофиг айта салады. Италия, Испания, Варшава деп ше, мысалы ше. Тиктоктан көрсеңіздер болады, ана ретте махр сұраған кез. Неке қидырып отырмыз. Махрға не сұрадың айтпақшы? Жастар не сұрайды пекемилар? Маған өтіп кеткені. Не дейді? Парик деді ма? Маған нормально күлкі бар ма? Күлкі кімнен? Пападан ба, мамадан? Өзінің. Қойшы сізге. Медина деген... Қойшы арқасынан. Жоқ, өтпейді арбаға. Гол болмасын. Медина деген қызым дауысы сондай. Жуандау. Иә, менің қарындасым дауысы сондай. Гала деген досым бар да Қордайда. Кішкене дауысы сондай да. Мен соған көп күліп қойдым ба деп қорқамын. Мен қарындасыма көп күліп қойдым. Мен туған қарындасым өзім өсіргем да, еркек шора өзім өсіргем, ол андай да. Мен күле беретін, ана өртте маған. Че там?
Әйелің сондай ма? Деп омаған. Басына келді ма күлмеу керек деп омаған. Таbii қызым сонда ғой, мен дауысы сәл жуандау. И сөйтіп неке жаңағы куәлігін фамилия ауыстырды. Мен настаивать етпедім. Өз ауысты ма, өз еркімен? Өзі кәдімгі мамам рұқсат берді, мен де ауысу деді. Мен дар речи потерял. Да, да? Онда вообще Кайф қой дедім. мә флаг дедім ғой, мә, я твой, бери меня дедім ғой, беги на меня дедім. Сөйттім да, неке ананы қидырта, жаңағы имам, сәңгелері, осындайда, осылай, махырге не сұрайсыз деді. Қазір, мынандай сөзбен айтты. Махырды алып тастау ма, сондай бір нәрсе болған екен да, қазір. Тастап жатыр деді. Қазір сондай қалың малда, типа махырге болса болады, я болмаса, бірақ өзіңіздің еркіңізде. Смартфон болсын, сақина, не нәрсе сұрау өзіңізде. Сұрайсыз ба, қалай деген еді. Маған еш нәрсе керек емес, мен қалың малға жатыстыра салайық, мен еш нәрсе керек етпейді. Мен барлығына ризамын, разымын деді. Қалың мал сол махыр маған махыр керек емес деді. Мен бүйтіп тұрдым да, айттық кәдімгі тикток көрсетемін, айтсайын не деді, жоқ, қоймай қойды, жоқ, мен өзім айттым, сұра ойлан, жоқ деді. И сразу имамға айттым, ренжімеңіздер, бұл жоқ деген орында мен өзім берем сыйлық деді. Махырға ақыл сыйлағанмын, бірақ мен берем. Таңдасын мен. Өзім берем деп тұрсың ба? Берем деп тұрмын мен. Енді Боресе қай жылы үйлендің? 2011. Қанша бердің қалың мал? Конкретно әзілсіз айт. Өгізде жоқ еді, $1000 ма, $1,500 ма, сондай. 150-200 мың, иә? Иә, сондай. Мен де 200 мың бергем негізі. Иә, сондай. Енді 2025-те қанша бердіңіз? 2 миллион бердім. 2 миллион қалың мал. 2 миллион. Енді махырың өзі айтады, бір подарок. Өзі айтады, смело. 10 есе көйіп кетті ғой. 10 есе көйіп кетті. Мен азда емес, көпте емес, қазір андай көштен қалмай, и артта болмай, озып кетпейік деген, қазір середина бағасы. Мен білмеймін, мамам айтты, 2 миллион тап деді, мақұл дедім. Білмеймін де екен, мен қалың алдым қазір қанша стандарт екен. Кейбіреулер бере кете береді ғой негізі. 2 миллион нормаль негізі. Мереке 2 миллион нормаль негізі. Енді 1 миллион күлкі ауыстырасың ба? Ауыстырма. Нормально ғой, иә? Салқыш. Сол осындай жаңағы бұмен айтпағым, осындай нәрсе, андай бір зат алайын десең қымбатынамаш. Ей, мұнан жесе, ой, сумен іше салайықшы. Эконом, ол жақсы ғой. Экономичный. Ысырап жоқ. Газ орнатып алған ба, білмеймін. Эконом режим. Газ орнатып алған. Мен шынымен кәдімгі осы кісіде кәдімгі ақша да, бәрі мен істей алмаймын ақшамен деген. Осы кісі үйде ақшаны тауып әкеп береміз, бұл кісі распределять етеді. Сен, короче, адам қылады бұл кісі. Иә. Сен деп отырмын. Мен өз жағым әкет қалмасам адам қылады. Жоқ, сен әкетпе. Сен жақ керек емес. Я там побывал. Екі айдан кейін шашын алып тастамасын, алып кетпе өз жағыңа. Ойнап жатыр ғой, үлкен рахмет келгендеріңе, осындай керемет бір өздерінің вайптарын, өздерінде ғой енді, әр отбасының өзінің вайпы. Тек қана тыңдап отырдық қой. Конечно, осындай 3D әңгіме, 5D әңгіме деген сияқты ғой енді. Құдай қаласа, андай бір керемет бір жаңалық естейік. Нұркеннің бір басы тағы да 2 болып жатыр, 3 болып жатыр, 4 болып жатыр деп, сендердің Құдай қаласа сондай бір күшті тойларында болайық бұйырса. Құдай қаласа, біз официально осы жерде айтайын. О күні сен тойын болып қалды, бір нәрсе алмау деген. Мен алдын ала айтамын. Айтшы, менімен ақылдасып қойсыншы той. Сосын айтатын сақ, нәз мейрам болып ұрдым деп. Баламның тойын жүргізген тамада мал екен. Баламның тойын жүргізген тамада бүгін 7 сағат тұрмасын. Бір анау неміс бар еді ғой родной. Айтасың, официально дата белгіленсін, мен өзім араласатын таныс біліс бауырларымды, сендерді келіншегіңмен, бала-шағаларыңды әккімеңдіре. Келіншегілермен екеуміз официально Құдай қаласа күн белгіленген кейін тойымызға шақырамыз. Болды, қадірлі қонақ боламыз бұйырса. Енді біздің подкастта білесіздер, әлі бізде
демеуші жоқ. Біз оған қатты қиналмаймыз, өйткені Аллаға шүкір өзіміздің осындай бір керемет достарымыздың арқасында барлық жерде Шымкент, Астана, Алматы барлық жерде түсіріп жүрміз. Gold Star Cinemaға рахмет, сенім серіктесім Боряға рахмет, және де өзіміздің спонсорымыз, өзіміздің дүкеніміз Armani парфюм. Бұл иіс су. Білесіңдер, әр адам басынан әдемі иіс су шығып тұру керек. Барлық жерде сұрап бар екен, естідім. Киімде де сұрап бар, тамақта да сұрап бар, дүниеде сұрап бар. Бір жерде сұрап жоқ екен, ол иіс суда сұрап жоқ екен. 200 мың, 500 мың, миллион қалсаң да иіс суда сұралмайды екенсің. Ол әзілсіз, осындай әңгіме бар. Бұл жерде 2 иіс су, мына сіздің келіншегіңізге және мынау сізге. Бұл 2 түрлі иіс, мынау жастардың иісі, анау сандықтың иісі. Ақиян иіс жатыр. Armani парфюм. Ақымын Armani парфюм. Бір аптаға стойкасы бар, керемет иіс. Мына үйге апарып көсіңіз. Сендер кәдімгі рекламаны пихать етіп жатсыңдар ма? Мен де айтамын да рекламаны. Не реклама сенде? Айтамын мен. Көрпе сатам десе. Серьезно? Не реклама? Айтамын мен нәрде. Короче, былай жігіттер. Мынаны қырып тастамайсыңдар ғой, мынаны саласыңдар ғой. Қазір бізде отандық өнім сорпа деген шыққан. Отандық өнім сорпа деп аталады. Не ол сорпа? Ол приложение. Жоқ, ол приложение. Ол Чоколайф сияқты, ол Индрайвер, Каспи сияқты андай. Ол приложенияның ішінде жаңағы киім, парфюм, тревел, путешествие, любой нәрсені сол жерден заказывать етуге болады. Біздің отандық өнім. Мен сол жерде қазір амбассадормын. Менде промокод бар. N25 теңге деп аталады, астына шығарып қойсаңыздар. Соған тегін тіркеліп, просто соткасына скачать етеді, маған бонус түседі, о кісілерге де бонус түседі. Сол бонусты болды, соның ішінде қолданып жүре береді. Тегін, мысалы, бонустары жиналады и сорпаны пайдаланып жүре береді. Бұл отандық өзіміздің приложение. Сорпа. Нұркеннің ісіне береке берсін. Рахмет. Рахмет. Ал басаны береді. Құрмет көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Нұркен Иманқұлов және де Мереке Иманқұлова 2025-тің хит отбасысы. Құдай қаласа тойларың жақсы өтсін, екі бастарың шөте болсын, тек жақсылық болсын. Келесі қонақта кім келсін деген астына комментарияға жазып кетіңіздер. Комментария, лайк, достарыңызға жіберіңіздер. Нормальный подкасты қолдап жүріңіздер. Рахмет, аман болыңыздар. Аман болыңыздар, және де менің 221-ме қатысыңыздар. Сорпаға тіркеліңіздер, жүктеңіздер. Рахмет, дерзко. Әдем.